2019 жылы машиналар мен жабдықтар өндірісі 20,9%-ға артты. Машина жасау саласында 2664 кәсіпорын жұмыс істейді, 64 мыңнан аса жұмыскер қамтылған. 2019 жылы 7 жаңа жоба пайдалануға берілді, 1080 жұмыс орны құрылды. 2019 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ауыл шаруашылығы машинасын жасау саласында өндіріс көлемі 41,2 миллиард теңгені құрады. Өсім 44%. 355 комбайн және 1250 трактор шығарылды. Теміржол машинасын жасау саласында 126,2 миллиард теңгеге өнім өндірілді. Машина жасау салаларының ішінде аса жоғары өсім динамикасын автомобиль жасау көрсетіп отыр. 2019 жылы өсім 62,5%-ды құрады. 50 мыңнан аса көлік шығарылды. Қазақстанда автомобильдер мен басқа да моторлы көліктерді шығаратын 51 кәсіпорын бар. 9 жылда машина жасауда автомобиль өндірісінің үлесі 5%-дан 26%-ға дейін өсті. 2019 жылы 50,447 көлік шығарылған. Елімізде 22 әлемдік бренд көлігі шығарылады. 2019 жылы 13,2 миллиард теңге сомасына 2629 бірлік автомобиль техникасы экспортталды.